Қайырлы күн, қазақ елі. Парадонтоз қалай емдеуге болады? Сіздермен бірге мен, Мадина. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Мен 30 жылдай тіс ауруынан парадонтоз зардап шектім. Қызыл иектерім ісіп кетіп, одан қан сорғалап тұрады. Тісім қақсап, ауырғанда түнімен кірпік қақпаймын. Дәріні де көп іштім. Дәрігерлерге де аз көрінген жоқпын. Дәрігерге әр көрінген сайын бір жұлып тастап отырады. Содан 4-ақ тісім қалды. Қалғаны протез. Уақыт өте келе, сол 4 тісім де қақсап ауыратын болды. Дәрігерге барсам тағы да жұлып тастайды. Не істеймін? Мен өзімді өзім емдеуге көштім. Бар болғаны 3 емдік процедурадан кейін тісімнің ауырғаны кәдімгідей басылып қалды. Қызыл иегім де қанамайды. Кептірілген банан қабығын ұсақтап, оған 3 ас қасық теңіз тұзы, осынша зәйтүн майын қосып, қойыртпақ жасап аласыз. Осы мен қызыл иектің жоғары, сосын төменгі жағын жақсылап ысқылап сүртіңіз. Ауыз қуысында пайда болған сілекейді бірден түкіріп тастамай, 10 минуттай ұстау керек. Бұл емді таңертең және кешке жасауға болады. Содан кейін тіс щеткасына тісіңіз теңіз тұзын сеуіп, онымен тісіңізді жақсылап тазалап жуып жүргеніңіз де өте пайдалы екен. Ол тістің түбін бекітіп, қызыл иекті қанатпайды. Тістің парадонтозына жолжелкен, яғни подорожник өсімдігі де өте пайдалы. Оны күніне кем дегенде 3 рет шайнап, содан кейін түкіріп тастау керек. Қант қызылшасын ұсақ көзді үткіштен өткізіп, оны тістің қызыл иегіне айналасына жағып қойса, жарты сағаттай ұстау керек. 1 аптадан кейін парадонтоздың ізі де қалмайды. Егер осы емдер бұрынырақ білгенімде, бүгінде 4 тіспен отырмас едім. Сіздермен бірге болған мен, Мадина. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Халық емі.